Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен капуста по-корейски салатының рецептімен бөлісетін боламын. Рецепттің маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін мұқият қарап шығыңыздар. Салатымызды жасау үшін бізге капуста, сарымсақ, сәбіз, яблочный уксус және кориандр, тұз, күркума, қызыл және қара бұрыш және сұйық май қажет болады. Салатымызды бастаймыз. Капустамызды дәл видеодағыдай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Келесі сәбізімізді күштен өткізіп аламыз. Күштен өткізіп болған соң капустамыз бен сәбізімізді ыдысымызға салып, үстінен тұз және яблочный уксусымызды салып, бір араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа сұйық майымызды құйып, газға қойып ысытып аламыз. Оның үстінен кориандр және күркума, одан соң чесногымызды езіп саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш және қызыл бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң капустамыздың үстінен салып, екі қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Капуста по-корейски салатымыз дайын. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналымдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көргіңіз келсе, подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз.